Ол отбасындағы 9-шы, ең кенже бала еді. Анасы Мәриям 60 жасқа таяған шағында өмірге әкелген соңғы перзенті болғандықтан ба, Аяланы бәрі ерекше жақсы көрді, бетінен қақпай өсірді. Алайда тағдырдың жазуымен ол тым ерте есейді. Оның балалық бақыты ата-анасы өмірден ерте озған күні бір жолата үзілгендей еді. Оны үлкен ағасы Азамат пен жеңгесі Гүлжанат бауырларына басып, өз балаларынан кем көрмей өсірді. Азамат пен оның інісі Бауыржан да әке жолын қуып, үлкен отбасының тірегіне айналған. Өздерде көп балалы әкелер еді. Шағын ғана тау етегіндегі тыныш ауылда тұратын бұл отбасының негізгі күнелту көзі ауласындағы бірде-екілі мал мен жер емген тіршілігі болатын. Олар Аяланы ештеңеден парықтырмауға тырысты. Мектепті де үздік бітіруіне жағдай жасады. Міне, уақыт зымырап өтіп, Аяла мектеп қабырғасын алтын белгімен тәмамдап, үлкен өмірдің табалдырығын аттағы алдырды. Оның арманы еліміздің бас шаһары, зәулім ғимараттары көк тіреген Көкше қаласындағы беделді университетке түсу еді. Бірақ бұл қуаныштың артында үлкен бір уайым тұрды. Ол ақша мәселесі еді. Азамат пен Бауыржанның да тұңғыш балалары дәл осы жылы студенттік өмірге қадам басқалы жатқан. Бір уақытта екі бірдей студенттің оқу ақысын төлеу, қаладағы жатын орны мен ішіп жемін қамтамасыз ету, шағын ауылдағы қарапайым отбасы үшін мүмкін емес ауыр жүк еді. Ауыл шетіндегі қышықаға шығып, болашағын ойлап көзіне жас алған Аяла өз арманынан бас тартуға да дайын болатын. Ол ағаларына салмақ салғысы келмеді. Дәл осы тығырықтан шығағар жолды Көкше қаласында тұратын әпкесі Айнұр ұсынды. Айнұр қаланың шетінде ата-енесінен бөлек күйеуі Ерболмен бірге тұратын. Балалары әлі кішкентай болса да, сіңлісінің талантын, оқуға деген құштарлығын біліп, оны өз қолына алуға, оқуын қаржыландыруға уәде берді. Бұл хабар ауылдағы үйге үлкен қуаныш сыйлады. Ол кезде Көкше қаласындағы ең зәулім, қаланың символына айналған Бәйтерек монументі жаңадан бой көтеріп, халықтың қызығушылығын тудырып жатқан уақыт еді. Ауылдан шықпаған жас қыз үшін бұл қиял ғажайып әлемге саяхатпен тең көрінді. Аяла қуана-қуана келісті. Көп ұзамай жездесі Ербол жұмыс бабымен көршілес оңтүстік өңірдегі Маржан қаласына келіп, қайтар жолында Аяланы өзімен бірге алып кететін болды. Ауылмен қоштасу оңай болған жоқ. Азамат ағасы оның маңдайынан сүйіп, «Қызым, сен біздің үмітімізсің. Қалада тек оқуды ойла, жат қылықтардан аулақ бол» деп шығарып салды. Жолға шыққан сәттен бастап, Аяланың жүрегі түсіріліп, беймәлім сезім биледі. Ол өзін алда не күтіп тұрған білмесе де, үлкен өмірге қадам басқанына мастанатын. Бірақ бұл сапардың оның өмірін мәңгілікке өзгертетінін ол әлі сезбеген еді. Маржан қаласынан басталған ұзақ жол Көкшенің зәулім үйлері мен жарқыраған шамдарына ласқанда, Аяланың таңданысында шек болмады. Ербол жездесі оны тікелей өздерінің пәтеріне алып келді. Әпкесі Айнұр құшағын жая қарсы алып, дәмді дастархан дайындап қойған екен. Қаланың өмірі ауылдан мүлдем өзгеше, бәрі қарбалас, бәрі асығыс. Алғашқы апталар ертегідей өтті. Ербол мен Айнұр Аяланы қаланың ең көрікті жерлеріне апарып аралатты. Ол Бәйтеректің ең жоғарғы қабатына шығып, қаланың алақандағыдай көрінетін сұлулығына тамсанды. Әпкесі оған қалалық стильдегі әдемі киімдер алып берді. Оқу орнына құжаттарын өткізуге көмектесті. Аяла өз арманындағы мамандыққа оқуға түсіп, студент атанды. Жездесі Ербол өте ауқатты, үлкен компанияда жауапты қызметте істейтін. Оның қымбат, қара түсті жол талғамайтын көлігі бар еді. Жұмысқа барар жолда күн сайын Аяланы оқу орнының алдына дейін тастап кетіп жүрді. Оқу орнындағы құрбылары оған қызға да, қызғана да қарайтын. Сыртынан қарағанда Аяла ең бақытты қыз еді. Алайда Аяла тегін жақсылықтың болмайтынын, бұл құрметтің де өз бағасы барын жақсы түсінді. Ол өзінің тәрбиелі, намысты қыз екенін дәлелдегісі келді. Әпкесі мен жездесінің бұл жақсылығына жауап ретінде үй шаруасын толықтай өз мойнына алды. Таңертең ерте тұрып, үйді тап-тұйнақтай етіп жинайтын, жездесі мен әпкесі жұмыстан келгенше дәмді тағамдар әзірлеп, олардың кішкентай балаларын бағып, сабақтарына көмектесетін. Ербол жездесі негізінен алыс шеткер аймақтағы Темірлан қаласының тумасы болатын. Көкшеге жұмыс бабымен ауысып білген еді. Оның ата-анасы, бауырлары мен туған туыстарының бәрі сол жақта тұратын. Ол өте қатал, мінезді, бірақ отбасына қамқор адам болып көрінетін. Аяла жездесінен аздап сескенетін, өйткені оның көзқарасында әлдебір суықтық бар еді.
Күз өтіп, қыстың алғашқы айда аяқталуға жақындады. Университеттегі алғашқы сессия сәтті аяқталып, жаңа жылдық демалыс басталды. Аяла ауылын, ағаларын, жеңгесін қатты сағынған еді. Ол ауылға барып демалып қайтуды жоспарлап жүрген. Бірақ дәл осы күндері Темірлан қаласынан суық хабар жетті. Ерболдың үлкен ағасы кенеттен қайтыс болыпты. Бұл хабар отбасының астан-кестенін шығарды. Ербол мен Айнұр тез арада жиналып, Қаралы үйге жол жүру керек болды. Олар балаларын да өздерімен бірге алып кетпекші еді. Өйткені қалада қалдыратын ешкім болмады. Ал Аяланы көкшедегі үлкен пәтерде жалғыз қалдыруға Айнұрдың жүрегі дауаламады. Аяла, сені бұл жерде жалғыз тастап кете алмаймыз. Саған да ауылға, Азамат ағаның үйіне барған дұрыс болады. Біз сені вокзалға апарып тастаймыз, деді Айнұр көзіне жас алып. Қыс мезгілі, далада боран соғып тұрған уақыт еді. Бұл сапардың өте қауіпті, әрі суық болатынын ешкімде болжаған жоқ. Қысқы жолдың азабы белгілі. Оның үстіне Ербол мен Айнұрдың балалары әлі тым кішкентай болғандықтан, олар көлікпен жолға шығудан қорықты. Ортақ шешіммен олар теміржол вокзалы арқылы пойызбен жүруді жөн көрді. Пойыз қауіпсіз әрі жылы еді. Аяла да олармен бірге вокзалға келді. Теміржол вокзалы адамға лық толы. Сыртта ақ түтек боранылып, керезелерді сабалап тұр. Ерболдың пойызы түн ортасында жүру керек еді. Олар Аяланы өз пойызына отырғызып жібермек болды. Бірақ Аяланың алдына баратын тікелей пойыз кек келесі күні кешке ғана шығады екен. Оған дейін күту мүмкін емес еді. Өйткені Ербол ағасының жаназасына асығып тұрды. Басқа амал жоқ Аяла, деді Ербол сағатына қарап. Мен сені қаланың шетіндегі автобекетке апарып, сол жерден ауылға қатынайтын сенімді таксиге міндіріп жіберем. Жол ақысын өзім төлеймін, үйге тез жетесің. Түнгі сағат 2-лер шамасы еді. Қала шетіндегі автобекет қаңырап бос қалғандай көрінді. Кек 1-2 көліктер мен түнделетіп нәпақа іздеген жүргізушілер ғана жүрді. Боран күшейіп, айналаны тас қараңғылық басты. Мұндай уақытта жас қыз баланың жалғыз өзі белгісіз көлікпен ұзақ жолға шығуы үлкен тәуекел еді. Аяланың бойын үрей билей бастады. Оның көздеріне жас толып, жездесінің жеңінен тартты. Жезде, бәлкім мен вокзалда таң атқанша күте тұрармын. Мына түнде жолға шығудан қорқып тұрмын, деді дауысы дірілдеп. Бірақ Ерболдың ойы тек қаралы хабар деді. Ол асығып, мазасызданып тұрған. Қорықпа Аяла, мен қазір жақсы бір көлікпен жөн білетін үлкендеу жүргізуші табамын. Ол сені аман-есен үйіңе жеткізеді, деп жұбатты. Көп ұзамай Ербол ескілеу, бірақ сенімді көрінетін сұр түсті көліктің қасына барды. Оның ішінде жасы 50-лерді алқымдаған, үстіне қалың күртеше киген, жүзі суық көрінетін орта жастағы ер адам отыр еді. Ербол жүргізушімен қысқаша сөйлесіп, жол ақысын артырмен төледі. Аға, мынау менің балдызым. Ауылға дейін аман-есен жеткізіп салсаңыз, өзі қорқып тұр, деді. Жүргізуші басын изеп. Қам жеме бауырым, өз қызымдай жеткізіп салам, деп жауап берді. Аяла амалсыз көліктің артқы орындығына отырды. Ербол көліктің нөмірін және жүргізушінің телефон нөмірін қағазға жазып алып, Аяламен қоштасты. Көлік орнынан қозғалып, автобекеттен ұзай бергенде, Аяланың жүрегі қатты соғып, кеудесіне сыймай бара жатқандай болды. Ол артқы терезеден қарап, жездесінің қарасы батқанша көз айырмады. Ол өзінің үлкен қауіптің ортасына қарай кетіп бара жатқанын іштей сезгендей еді. Көлік қатаның жарқыраған шамдарын артқа тастап, тас қараңғы дала жолына шықты. Сырттағы боран көліктің терезесін ұрып ысқыра соғады. Көліктің іші жылы болғанымен, Аяланың денесі мұздап бара жатқандай сезілді. Ол өзін жайсыз сезініп, артқы орындықтың бұрышына тығыла түсті. Ол кезде қазіргідей ұялы байланыс дамымаған, шағын ауылдар мен таулы аймақтарда телефон желісі мүлдем ұстамайтын. Аяланың қолындағы ескі телефонның экранында желі жоқ деген жазу тұрды. Бұл оның қорқынышын екі еселей түсті. Ол сыртқы әлемнен толықтай қол үзіп, мына белгісіз жүргізушінің еркіне бағынып бара жатқан еді. Аяла кенет алдыңғы айнаға көзі түсіп кетті. Жүргізуші жолға қараудың орнына артқы айнадан Аялаға қайта-қайта қарап отыр екен. Оның көзқарасы өте ауыр, әлдебір құпияны жасырғандай суық көрінді. Аяла оның көзімен тіктеп келіп қалғанда, жүргізуші көзін бірден тайдырып әкетті де, тағы да айнаға қарай берді. Бұл жағдай бір емес, бірнеше рет қайталанды. Жас қыздың бойын үрей билеп алды.
Оның денесінен мұздай кер шығып, аузы құрғап, жүрегі тарсылдап соға бастады. Жүрегінің соққаны соншалық, кеудесінен атылып шығып кететіндей болды. Неге маған бұлай қарайды? Оның ойында не бар? Мені қайда апара жатыр? Деген сұрақтар санасын шарпыды. Көлік ішіндегі ауыр үнсіздікті жүргізушінің жуан дауысы бұзды. Қызым, бәрі дұрыс па? Мазан болмай тұрма? Өмің бозарып кетіпті ғой. Мүмкін су ішесің? Деді ол алдыңғы орындықта тұрған пластик шөлмекті нұсқап. Аяла шошып кетіп, дауысын барынша нық шығаруға тырысты, бірақ дауысы дірілдеп кетті. Жоқ, маған ештеме қажет емес, бәрі дұрыс, мен тек шаршап тұрмын, деп жауап берді. Ол жүргізушінің берген ештеңесіне қол тигізгісі келмеді. Теледидардан көрген сұмдық оқиғалары, қыздарды ұрлап кететін қылмыскерлер туралы хабарлар есіне түсе бастады. Жүргізуші тағы да айнаға қарап сәл жымиғандай болды. Оның бұл жымиысы Аялаға өте қорқынышты көрінді. Сенен сұрайын дегенім, деді жүргізуші сөзін жалғап. Сенім ауылына баратын негізгі жолдан бөлек, тау етегімен өтетін төте жол бар. Сол жолмен жүрсек, мына бораннан да таса боламыз. Әрі иіне әлде қайда тез жетеміз. Егер сен қарсы болмасаң, сол жолға түсейін. Аяла бұл жол туралы ештеңе білмейтін еді. Ол тек үйіне тезірек жетіп, ағасының қасынан табылғысы келді. Бұл қорқынышты түстен тезірек оянғысы келді. Мені тезірек үйіме жеткізсеңіз болды. Қай жолмен жүрсеңіз де өзіңіз біліңіз, деді ол асығыс. Жарайды, онда төте жолмен жүрейік, деді жүргізуші. Көлік кенет үлкен тас жолдан шығып, оңға қарай бұрылды. Саябырлаған көліктердің ізі де жоқ. Айнала мүлдем иен дала, тас қараңғылыққа айналды. Бұл Аяланың өміріндегі ең үлкен қателік екенін ол әлі түсінбеген еді. Көлік бұрылған сәттен бастап жол мүлдем нашарлап кетті. Жолдың екі шетінде ешқандай тіршілік белгісі, бірде-бір үй, бірде-бір жарық көрінбеді. Тек жалаңаш ағаштардың бұтақтары боранда теңселіп, көліктің терезесіне қолдарын созған құбыжықтарда елестейтін. Аяланың қорқынышы шегіне жетті. Оның денесі түгел қалтырап, өне бойы мұздақ кетті. Тістері бір-бірімен соқтылысып, сақырлаған дыбыс шықты. Ол өзінің бұл халін жүргізуші байқап қоймасын деп, қолмен аузын басып отырды. Ішінен үнемі анасы үйреткен, бала күнінен жаттап өскен дұғаларын оқып, Құдайдан жәрдем тіледі. Алла тағала, мені аман есен ағаларыма жеткізе көр, деп сыбырлады. Кенет көлік ішіндегі тыныштықты қатты шырылдаған телефон дыбысы бұзды. Бұл жүргізушінің телефон еді. Қалада жел ұстамаса да, бұл тау етегіндегі белгілі бір нүктеде байланыс бар сияқты еді. Аяланың жүрегі үмітпен лүпілдеп кетті. Мүмкін бұл жезден болар. Менің жағдайымды білу үшін хабарласқан шығар, деп ойлады. Ол еңсесін көтеріп, жүргізушінің жүзіне үңіле қарады. Жүргізуші телефонды құлағына басып, «Е, Басеке, тыңдап тұрмын», деді. Басеке деген сөзді естігенде, Аяланың үміті бір сәтте күл талқан болды. Бұл оның жездесі емес еді. Ол қайтадан орындығын ақлап, геті ізіне жас толды. Бірақ ең қорқыныштысы алда екен. Жүргізушінің келесі айтқан сөздері Аяланың қанын мұздатып жіберді. «Басеке, неге қоңырау шала бересіз? Айттым ғой, айтқаныңызды орындаймын деп. Мен де сол ақша үшін осылай түнделетіп, жан таласып жүрген жоқпын ба? Сіз адамдарды дайындап, айтқан жерде отыра берсеңізші. Ақша жағын мен өзім шешем. Қазір бара жатырмын. Осы соңғы тапсырысты орындап алайын, сосын бәрі бітеді», деді жүргізуші даусын төмендетіп, бірақ әрбір сөзі көлік ішінде анық естіліп тұрды. Соңғы тапсырыс. Адамдарды дайындап отырыңыз. Ақша үшін. Бұл сөздер Аяланың құлағында жаңғырып тұрып алды. Ол өзінің бір қылмыстық топтың құрығына түскенін, мына жүргізуші оны әлдебір адамдарға ақша үшін сатып жібергенін, соңғы тапсырыс деп отырғаны өзі екенін түсінді. Оның ақыл есінен айырыла жаздады. Бойындағы қорқыныш енді үлкен үрей мен жан түршігерлік сезімге ұласты. Жүргізуші телефонды өшіріп, тағы да айнадан Аялаға қарады. Оның көздері түн қараңғылығында жыртқыш аңның көзіндей суық әрі қауіпті көрінді. Аяла енді не істерін білмей, қара терге түсіп, соңғы демі қалғандай күбірлеп дұға оқуын жалғастырды. Жол болса ұзарған үстіне ұзарып, оны белгісіз бір ажал апанына қарай жетектеп бара жатқандай еді. Жүргізуші көліктің жылдамдығын аздап бәсеңдетті. Ол Аяланың қатты қорқып, дірілдеп отырғанын сезгендей болды. Орындықтардың арасынан тағы бір рет
әлгі су құтысын алып артқа қарай созды. Қызым-ау, мына суды ішіп алшы. Аздап болса да жеңілдеп қаласын. Өзіңді қоярға жер таппай отырсын ғой, деді оның дауысы ерекше жұмсақ шықты. Бірақ бұл жұмсақтық аялаға жыланның арбағанындай әсер етті. Жеңілдеп қаласын. Бұл сөз аяланың санасында мүлдем басқа, сұмдық мағынада ұялады. Бұл суда ұйықтататын дәрі бар. Ол мені ұйықтатып, әлгі басекесіне бейғам күйді апарып бермекші, деген ой келді. Немесе бұл судың ішінде адамның еркін билеп алатын басқа бірдеңесі бар деп ойлады. Адам баласы қатты қорыққанда, оның санасы ең сорақы сценарийлерді құрастыра бастайды екен. Жоқ, маған ештеңе қажет емес, маған тиіспеңіз, деп айғайлап жіберді аяла. Оның даусынан жанкештілік сезіліп тұрды. Жүргізуші ауыр күрсініп басын шайқады. Сен менен қорқып отырсың ба? Қорқпа, мен адам жемеймін. Менің де үйде дәл сен қатарлы қызым бар. Саған ешқандай жамандық ойлап тұрған жоқпын, деді ол жолға қарап. Бірақ аяла оның бұл сөздеріне еш сенбеді. Ол жүргізушінің әлгінде телефонмен сөйлескен сөздерін өз құлағымен естіген еді. Басқа ешқандай дәлелдің керегі жоқ болатын. Күмән иманнан айырат демекші, аяланың санасын кек бір ғана ой билеп алды. Қалайда бұл көліктен құтылу, қашып шығу. Қорқыныш пен ашу зарласқан сезім аяланың еркіне иелік етті. Ол не сөйлеп отырған өзде аңғармастан жүргізушіні қарғай бастады. Оның аузынан бұрын соңды өзі айтпаған, естімеген ауыр сөздер шықты. Сенің көлігің бұзылып қалсын, жолда қал, сынып қалсын, осы көлігің тас талқан болсын, деп өзі мініп отырған көліктің тоқтауын, бұзылуын тілеп, жан даусымен айғайлады. Ол өзінің мына иен далада, боранның астында жалғыз қалуы мүмкін екенін ойламады. Ол үшін мына қорқынышты жүргізушінің қасында отырғаннан көрі, түздім тағы аңдармен бетпе-бет келген әлдеқайда қауіпсіз көрінді. Жүргізуші аяланың бұл қылығына таңданып, көлікті тоқтатпақшы болып тежегішті басты. Бірақ дәл осы сәтте табиғат пен тағдыр аяланың сөзін естірендей сұмдық бір жағдай орын алды. Аяланың қарғыс сөздері аузынан шығып үлгергенше болған жоқ. Көлік кенет қатты сілкініп кетті. Төменнен тарс еткен дыбыс шығып, көліктің артқы жағы оңға солға теңселе бастады. Сонымен бірге көлік ішіне бірден жағымсыз, күйген резеңке мен майдың иісі толды. Қозғалтқыш дарылдаған ауыр дыбыс шығарып, бірнеше рет селкілдетті, өшіп қалды. Көлік жолдың шетіне қарай сырғып барып, тас қараңғылықтың ортасында бір жолата тоқтады. Фаралардың жарығы ғана алдағы ақ түтек боранды жарып, әлсіз сәуле шашып тұрды. Айнала бір сәтте тып-тыныш. Өлі мекенге айналғандай болды. Кек боранның ұлыған дыбысы ғана естіледі. Жүргізуші балағаттап жіберіп, көлікті қайта оталдыруға тырысты. Кілтін бірнеше рет бұрағанмен, қозғалтқыштан тек әлсіз дыбыс қана шығып, қайта сөніп қала берді. Ол ашуланып, рульді қолмен ұрды. Пәле, мынау не болды енді? Дәл осындай жерде я? Деп күңкілдеді. Аяла дереу айналасына көз жүгіртті. Айнала тас түнек қараңғы. Терезеден ештеңе көрінбейді. Бірде-бір тіршілік иесі, бірде-бір көлік жоқ. Жүргізуші көліктің есігін ашып сыртқа шықты. Суық ауа мен қар ұшқындары көлік ішіне лап қойды. Ол көлікті бір айналып шығып, артқы дөңгелектің тұсына келді. Мәссаған, дөңгелек жарылып кетіпті ғой. Оның үстіне қозғалтқыштың бірдеңесі үзілген сияқты, деді жүргізуші сырттан айғайлап. Ол жүк салғышты ашып, құрал саймандарын іздей бастады. Дөңгелекті ауыстыру үшін оған біраз уақыт керек еді. Аяла үшін бұл қаттырмас мүмкіндік болып көрінді. Ол өмірінде мұндай жағдаймен бетпе-бет келмеген еді. Кек кинолардан көргендер ғана есіне түсті. Қазір ол дөңгелекті ауыстыратта мені бәрібір алып кетеді. Мен қазір қашуым керек деген ой санасында шарқ ете қалды. Оның жүрегі кеудесінен шығып кетердей соғып тұрса да, бойында белгісіз бір күш пайда болды. Ол есіктің тұтқасын ақырын ғана тартты. Бақытына орай есік дыбыссыз ашылды. Жүргізуші көліктің артында шамның жарығымен дөңгелекті шешіп жатқан болатын. Оның бар зейіні жұмысында еді. Аяла көліктен ақырын түсіп, қар үстімен дыбыссыз басып, алға қарай жүгіре жөнелді. Ол артына қарамастан боран мен қараңғылықтың қойнауына еніп, қаша берді. Қар тізеден келеді. Суық жел аяланың бетін қарып көзін аштырмайды. Ауылда өскендіктен бе ол қар үстімен жүруді білетін. Бірақ мынадай қалың қар мен үскірік аязда ұзақ жүру мүмкін емес еді.
Оның үстіне қаладан киіп шыққан әдемі етігі мен жұқа пальтосы мұндай суыққа арналмаған болатын. Көп ұзамай-ақ оның аяғы мұздап, саусақтарының сезімталдығы жоғала бастады. Артынан жүргізушінің айқайлаған дауысы естілгендей болды. «Ей, қыз, қайда кеттің? Тоқта! Өліп қаласың! Тоқта деймін!» деген дауыс боранның ұлығанымен араласып әлсіз жетті. Бұл дауыс аялаға дем бергендей болды. Ол жүгіруін тоқтатпады. Ол жүргізушінің өзін қуып жетіп ұстап алуынан қатты қорықты. Ол жолдың жиегімен ілгері қарай жүре берді. Қанша уақыт өткені белгісіз. Жарты сағат па, әлде 1 сағат па? Бой жығылып, күші сарқыла бастады. Аяқтары ауырлап, әрбір қадамы үлкен күшпен келетін болды. Ол бірнеше рет қарға жығылып қайта тұрды. Үсті басы малшынған қар, пальтосының ішіне су кіріп кеткен. Аяланың санасы тұмандана бастады. Ол өзінің тоңып бара жатқанын, егер қазір тоқтаса немесе құласа, қайта тұра алмайтынын жақсы түсінді. Суық адамды ұйықтатады дейтін. Оның да көзі ілініп, жылы төсегі, анасының жылы құшағы есіне түсті. «Апа, аға», деп сыбырлады ол, қос жанарынан жас ағып. Ол жастар бетіне тиісімен мұз болып қатып жатты. Кенет ол алдынан әлдебір жарықтың ұшқынын байқағандай болды. Боранның арасынан әлсіз ғана сарғыш тартқан шам жарығы көрінді. Ол көзіне сенбей, көзін сүртіп қайта қарады. Иә, бұл шынымен де жарық еді. Жолдың сол жақ қанатында таудың бөктеріне таман орналасқан жалғыз үйдің жарығы сияқты. Бұл жарық аялаға соңғы үміт сыйлады. Ол бар күшін жинап, жолдан шығып, әлгі жарыққа қарай ұмтылды. Оның бойындағы қорқыныш енді өмір сүруге деген талпынысқа ауысқан еді. Ол мына ақ бораннан, суық ажалдан аман қалғысы келді. Ол үйдің кімдікі екенін, оның ішінде кім тұратынын ойламады. Оған тек жылулық пен баспана керек еді. Аяла соңғы күшімен әлбейдің шарбағына жетіп құлап түсті. Үй ескілеу, ағаштан салынған, бірақ мұржасынан түтін шығып тұрған жылы мекен еді. Ол еңбектеп барып үйдің ауыр ағаш есігін қолмен соқты. Оның қолдары мүлдем сезбейтін, соққан дыбысы да өте әлсіз шықты. «Көмектесіңіздер, өтінемін», деп сыбырлады ол. Есік тарс етіп ашылып, табалдырықта қолына шам ұстаған, үстіне қалың тоң киген егде жастағы әйел адам көрінді. Ол жерде жатқан, үсті басы қар қатып қалған жас қызды көргенде шошып кетті. «Ойбай-ау, мынау кім? Мына боранда қайдан жүрген бала бұл?» деп аяланы қолтығынан демеп, үйдің ішіне алып кірді. Үйдің іші өте жылы, пеште от лаулап жанып жатыр екен. Үй иесі аяланың үстіндегі мұз болып қалған киімдерін шешіп, оны қалың көрпеге орады. Тез арада ыстық шөп шайын дайындап, аяланың аузына тамызды. Жылы шаймен үйдің ішіндегі ыстық леп аяланың денесін жібітті. Ол біртіндеп өзіне келе бастады. Оның дірілі басылып, өңі кірді. Ол өзін құтқарған әйелге ризашылықпен қарады. Ол мейірімді жүзді, ауылдың қарапайым аналарына ұқсайтын Салиха апай еді. «Рахмет сізге. Сіз мені ажалдан алып қалдыңыз», деді аяла жылап жіберіп. «Ештеңе етпейді, қызым. Қазір бәрі артта қалды. Бірақ сен мына түнде, мынадай боранда айдалада не істеп жүрсің? Көлігің бұзылды ма?» деп сұрады Салиха апа, оның шашынан сипап. Аяла басынан өткен сұмдық оқиғаны, такси жүргізушісін, оның күдікті көзқарасын, әлгі қорқынышты телефон әңгімесін, өзірін ақша үшін біреулерге сатып жібермекші болғанын, және көлік бұзылғанда қалай қашып шыққанын тізбектеп айтып берді. Ол айтып жатқанда Салиха апаның жүзі өзгеріп, көздері ұлғайып, таңданыс пен қорқыныш белгісі пайда болды. Аяла сөзін аяқтағанда Салиха апа терең күрсініп, басын шайқады. Оның айтқан келесі сөздері аяланы тағы бір рет таңғалдырып, бұл хикаяның мүлдем басқа қырын ашып берді. «Қызым-ау, сен үлкен қателік жасапсың. Ол жүргізуші сен ойлағандай қылмыскер емес», деді Салиха апа дауысы дірілдеп. Аяла түсінбей Салиха апаға қарады. «Қалайша? Мен өз құлағыммен естідем ғой. Ол, адамдарды дайындап отырмыз, мен ақша үшін жүрмін, соңғы тапсырысты орындап алайын деді емес пе? Бұл мені біреуге сату емес пе?» деді ол шошып. Салиха апа аяланың қолын қысып: «Қызым, ол жүргізуші менің туған інім Марат. Ол осы маңдағы жалғыз заңды және сенімді такси жүргізушісі. Ал оның телефонмен сөйлескен басекесі біздің ауылдағы ет комбинатының директоры.
Марат күн сайын қаладан ауылға тапсырыспен ет өнімдерін және ауыл тұрғындарының сәлемдемелерін тасиды. Аяла естіген сөздеріне сене алмай аузын ашты. Салиха апа сөзін жалғады. Оның адамдарды дайындап отырыңыз дегені, етті түсіретін жұмысшыларды дайындау туралы еді. Ақша үшін жүрмін дегені, оның үйінде дәл сен қатарлы қызы бар. Соның оқуының ақшасын төлеу үшін күн-түн демей, мынадай боранда нәпақа тауып жүргенін айтқан еді. Ал соңғы тапсырыс деп отырғаны сен едің. Ол сені аман-есен үйіңе жеткізіп салуды өзіне үлкен жауапкершілік деп білген. Сенің қорыққаныңды көріп, саған көмектескісі келіп, су сұнған ғой. Аяланың төбесінен жай түскендей болды. Оның барлық күдігі, қорқынышы мен жүргізушіге айтқан қарғыс сөздері тек өзінің асығыс жасаған қорытындысы мен негізсіз күмәннен туындағанын түсінді. Күмән иманнан айырат деген сөздің шын мағынасын ол енді ғана ұқты. Ол жазықсыз, адал еңбекпен нан тауып жүрген адамды қылмыскер санап, оның көлігінің бұзылуын тілеген еді. Дәл осы сәтте үйдің сыртынан көліктің дыбысы естіліп, есік ашылды. Үйге үсті-басы қар, шаршаған, жүзмен уайым ескен Марат аға кіріп келді. Ол әпкесінің үйіне көмек сұрап, жылыну үшін келген еді. Көрпеге оранып отырған Аяланы көргенде, оның көзінен үлкен қуаныш ұшқыны байқалды. «О, Құдайға шүкір, сен аман екенсің ғой. Мен сені мына боранда адасып үсіп кетті ме деп зәрем ұшты. Жолымды қарап, іздеп таба алмай, әпкемнің үйіне келіп едім», деді ол Аялаға жақындап. Оның даусында ешқандай ыза да, ашу да жоқ еді. Тек шынайы қамқорлық қана бар болатын. Аяла көрпеден шығып, Марат ағаның алдына тізерлеп отырды. Оның көзінен жас селдей ақты. «Марат аға, кешіріңізші мені. Мен ақымақпын. Мен сізді жаман адам деп ойлап, көлігіңіздің бұзылуын тілеп, сізден қашып кеттім. Мені кешіріңізші», деп өксіп жылады. Марат аға оны иығынан демеп тұрғызды. «Ештеңе етпейді қызым, сен әлі жассың. Қаланың өмірінен кейін қорыққан шығасың. Бастысы сен амансың. Ал көлік кемір ғой, жөнделіп кетеді», деп күлімсіреді. Сыртта боран басылып, таң шапағы ата бастады. Аяла бұл түні тек суықтан ғана аман қалған жоқ. Ол өмірлік үлкен сабақ алды. Адамды сыртынан қарап, немесе үзік-үзік сөздерге сүйеніп соттауға болмайтынын, күмәннің адам өмірін құрдымға жіберетін ең қауіпті сезім екенін түсінді. Марат аға көлігін жөндеп, таңертең Аяланы ауылына, ағаларының үйіне аман-есен жеткізіп салды. Бұл оқиға Аяланың жүрегінде өшпес із қалдырды.